мынау мен бетке қарай келатыпты ғой. Мені көрмей өтіп кетсе я жақсы болар еді. Өтіп кеткей. Кешіресіз, мына жер бос па екен? Бос, ава. Сіз конспект жазатын бала емессіз ба, Ава, конспект жазатын бала. Мен, ава. Онда мағанам жазып берің да. Жазып берейін саған. Әмеге жазып жүрмін ғой. Жазып беремен, ава. Қаншамен жазып отырыңыз? Бесплатно. Қымбат. Лау. Бесплатно саған былай жазып беремін ғой. Онда номеріңізді жазып алайыншы ше? Давай. Кешсе мен сізге хабарласамын. Давай. Сіз менің сұрамайсыз ба? Қақтан білесіз менің зона кеткенімді? Сол айтпақшы. Мен екем қақтан білесіз болмасам? Не, жазып бересіз ба? Менің атым Шахизада. Білемен, Шахи. Онда мен сізге 2 дәптер тастап кетейін, е? Ертең кешке дейін таяқ бере аласыз ғой? Болды, обязательно. Мен жазып жүрмін ғой. Болды, рахмет онда, сау бол. Кеше 3 бала деканның алдынан шыққан сен. Шахи келіп тұр. Шахи кеше сындырып алғансың ғой. Айтақ дегенде жібердің осы. Қара. Шахи! Привет. Асад, привет. Көрдің бе? Қалай танысып алыпсың оны? Адамлардың айтқаны рас екен ал. Қатты рас ол қыздар тіпті онша емес балаларға қарайды екен. Бүгін қайтқан көзім жетті сол кәпке алып. Не онша емес? Короче, танысу мынандай болды. Столовойдың төрінде Шахи отырыпты. Сөйтіп ол, анаң алды бос екен ғой. Столовойға кіріп бардым да. О, бос па, бос емес па, мен сұрап отырмаймын. Бардым да, сразу отырып алып. Сөйтіп, 2 кофе дедім да. Маған конспект жазып бер, Шахи деді. Сөйтіп, анау. Болды, сізге жазып берейін онда деді. Сөйтіп ол, неше сом болады дедім. Бесплатно дейді ғой маған. Сізге бесплатно дейді. Мен не қыламын? 2 миллион тастап кетемін. Рахмет, ақшаға жаздыраман деймін ғой. Сөйтіп, яқшы деп, рахмет деп кетіп баратқан уақытта. Номеріңізді беріп кетпейсіз ба дейді ғой маған. Болды, яқшы дедім. Номерімді жазып беріп кеттім. Кейін, менің номерімді алмайсыз ба сонда? Дейді маған. Сөйтіп, яқшы дедім, номерімді жазып бере ғой онда деп. Телефонды бердім, сөйтіп жазып деді. Кетіп баратқан уақытта. Атыңыз кім? Деді. Атым Асад дедім да. Танысып алғансың ба сөйтіп. Яқшы, сәл сенгендей болдым. Сөйтіп, ана кофенің ақшасын кім төледі? Соны айтса сен? Қарыздаттар бар ғой, сол жерде жаздырып кеттім. Яқшы кеттік. Тіпті сендім яқшы кеудің үшін. Ертең гүл аламын, сөйтіп жақсы көретінді айтамын. Болды, уақыт келіп жасады. Дұқ жина.